Бірде араб елдерінің бірінде Құрбан айт мерекесі жақындаған кезінде Ахмат есімді кісі өзінің құрбандыққа шалынатын қойын жетектеп сатып алып келе жатқан сәтінде әлгі қой жіпті үзіп бір үйге қарай жүгіріп кіріп кетеді. Ол өзінің көршісіндегі қамқоршысынан айырылған бірнеше жетімді асырап отырған жесір әйелдің үйі екен. Ол әйел әрдайым я Раббым, бала шағамның ризығын, несібесін кең қыл деп сөйтіп намаздарынан кейін дұға қылып отырады екен. Соған сай көрші үйдегі кісілер кезек-кезегімен бұл қамқоршысы жоқ болғаннан кейін жетім балдарды ойлап әрдайым көмек беріп тұрады екен. Сонымен әлгі қой ауласына кіріп келген кезде бұл кезекті келген көршісінің бір жаңағы жәрдем екен деп ойлап қалады. Сол қойдың артынан Ахмат та кіріп келеді. Сол кезде я Алла, өзіңнің берген нығметтеріңе шүкір. Біздің дұғамызды әрдайым қолымызды қайтармастан қабыл етесің деп жатқан сәтінде әлгі Ахмат деген кісі қойды қайтадан алып кетуге бата алмайды. Сөйтеді де теріс қарап, я Раббым, бұл қойды сенің жолыңда садақа қылдым, өзің қабыл ет деп жаңағы қойды жесір әйелге және жетім балаларына азық ретінде тастап кетеді екен. Сөйтіп үйіне қайтып, келесі күні таң намазынан кейін мешіттің жанына шықса, көлікпен бір кісі келіп қой сатып тұр екен. Сол қойлардың ішіндегі ең ірісін, құрбандыққа жарамды деген қойды таңдап алып, ей бауырым, мына қойдың бағасы қанша деп айтты дейді. Сонда әлгі қой сатушы бар даусымен, ей бауырым, бұл саған Алла жолында садақа деп айтты дейді. Себебі мен биыл егерде я Раббым, менің малымның басын көбейтетін болсаң, соның ең алғашқысын сенің жолыңда садақа қылам деген болатынмын. Міне мен бүгін өзімнің сертімді орындадым Раббымның алдында. Мынау саған құрбандыққа сыйлық бауырым, садақа деп айтты дейді. Сонда бұл сөзден қайран қалған Ахмат, я Раббым, сен неткен ұлысың. Менің берген нәрсемді өзіме қайтарып бердің ғой. Және сенің пайғамбарың саллаллаху алейхи уассалам садақа мал мүліктен еш нәрседі кемітпейді деген нәрсеге бүгін мен тағы да куә болып тұрмын ғой деген екен.